шығарамын. Мен өмірге деген талпынысым пиздес нахуй. Мен ешкім сындыра алмайды. Ешкім мен жеңе алмайды, өйткені мен ешкімге зияным жоқ. Мен ешқандай арақ та жеңе алмайды. Өйткені мен бұл адамды зайбал. Көзіміз жеп болып қалғанша кайфовать дейінші бұл бүйтіп. Уалейкум салам, короче, кімсің? Кім мынау дегенше. Ешкім мені сындыра алмайды. Батса алмайды, арамды тастамайды мені. Отағым жемес айбал. Сығыл нахуй етеді отағым. Шүшеңнің ама. Сөйтіп өз әзіл өзіне өтті деп қояйық. Бірақ мені көтімде күлген жоқ бұл әзілге. Шүшеңнің ама. Не машимыл демек отағым жеңіміл. Ермек, өлтірем сені. Сен, шамия, заебался уже. Өмір! Ешқашан өзімді қорғылмаймын, далбайып. Далбайып! Өзімді мен салыстырма! Түсін ба? Мен ондай қотағымды жеп адам... Нан батырып же, не, фу-фуыңды қарамаймен, короче. Похуй маған, короче. Фу дейсің ба, су дейсің ба, шешесі. Мен ерекспе, мен саған тарихын ben айтып берем ғой. Құдайы қазақтың тарихын бәрін білемін мен. Жарам, өлтіріп қояды, тастаймын мен сені. Заебалсың уже. Мал шешеңнің амы. Кашқайнап тұсам шешеңнің амы. Қодақ бас. Тұршы шешеңнің амы. Тұршы. Заебалсың. Сумаңдап тұру керек. Адам деген өмір бұл. Алдап кетеді, ұрып кетеді. Өмірде барлық нәрсені, арам адамдардың барлығына көну керек. Қылпылдап тұру керек, қылп етіп қылыштың, пышақтың жүзі секілді қылпылдап тұру керек. Сумаңдап, өзің сумаңдап движение істемесең, ешкім сенің айлығыңды бере салмайды, ешкім сенің еңбек ақыңды бере салмайды, қылпылдап тұру керек. Сыпылдап жүрмей.